Саламатсыздар. Келесі айтатын кеңесіміз көршілермен тату болыңыздар. Қалайсың көрші? Жағдайлар жақсы ма? Түнде жігіттер өлең айтпай қойыңдаршы. Номай айтырмын не? Жоқ, одан сен жақсы айтасың. Анау жаңдағы онша емес айтады да айтпай қойсыншы. Кім мен айтып жатсыңдар ма? Сен айтып отырсың, сен милизм қоспай қойшы бауырым. Мен нормально айтып отырмын. Мен не одан мен бармай? Ыңылдап кетеді екенсің сен конкретно. Жарайды көрші. Нақса анаяқтан шығады ол. Нақ магазин бар ма? Бар. Жас, көршімен тату болыңыздар достар. Братан, сенен сұрайын деген, вообще үйленген қалай вообще? Сен 5 балаң бар, рахат шығар да. Саған қарап үйленгім келеді. Какой, братан? Жынсың ба, 5 балаң бар, үйден шыға алмайсың. Ана жігіттермен футбол ойнай алмайсың. Базарға шыға алмайсың, үйде отырасың, бірдеңе керек болса, отыр үйде деп, отыр үйде деп. Вот, қамақта тұрасың. Брак деген сол ғой. Брак сочетание деген брак болды уже. Өмір болмайды сен. Наоборот, мен саған қызығып жатырмын. Сен ойдасың, жүрсің. Қай жерге басатын, бара бересің, ешкімнен сұрамай. Рахат, сен түсіндің, братан, от души болды, үйленген, братан. Не түсіндің сен? Үйленбей-ақ қою керек. Жынсың ба сен үйленген? Жүресің ба сөйтіп бойдақ болып, тормас үймайып. Үйлену керек, балашаған болады, күшті болады. Мақсатын қоясың алдыға. Сен басқаша сөйлеп тұрдың ғой сен? Үйленбей-ақ қой, басқаша сөйлеп тұрдың ғой? Жоқ ей, алшысың ба сен? О, Данка, что там? Таудың басын көрдің ба? 1 сағатта шығам осы. Точно. Негізі қарының өстіге өтірік қол дейсің ба? Қойшын. Қайдан біл? Ютубтан видеолар қарап олдым. Бақа? Исентай молду дейсің ба? Анау ма? Не. Баян Исентай ғой. Қойшына. Қақта білесің ба? Сестра мол. Базар жоқ ма? Таныстыршы. Бақа? Карантинда үйде болдың ба? Строго ғой. Самоизоляцияны сақтайсың ғой сен. Қалла. Дас. Қалай дес? Пропуск. Бар ғой, короче, братан. Базар жоқ ма? Алдында менде карантинде давасың, ұстап қалғансың ғой. Да, точно. Сөз кеткенсің ғой. Қалай? 26 тен төлеп тастадым. Одно Криштиану Рональдо бар ғой. Секундына 16 мың теңге табады. Қойшына. Да, ойлаш турасына 16 мың теңге. Базар. Десе 32 теңге. Базар. Жақын адамдарыңыздың жүзіне әрқашанда күлкі сыйлаңыздар. Ал мен бүгін Диляраға iPhone подарить етсем. Алло, Дилек. Есік алдына келіп тұрмын. Сүйгенім боп жазылғасын менің бағыма, енді мені жалғыз қалдырма. Тәңірге мен шүкір еттім бүгін тағы да сенің барыңа. Біздің сезімнің мәңгілік екеніне мен сенгім келеді. Сенің жанарыңнан шынайы махаббат маған. Бірақ естеріңізде болсын, махаббат подаркамен бағаланбайды, өлшенбейді ешқашанда. Махаббат тек осындай жылулықпен, күлкімен, күшті сезімдерден тұрады. Дұрыс айттым ба? Жүрегімді бергім келеді.